Ал ардақты ағайын, көп күттірмей барша игі жақсылардың басы қосылған кезде бүгінгі амал форумның негізгі мұрындық болып өтеуіне себепкерлігін тигізген бір ақынның сау тұрса тілмен жағы, бар халықтың айтылар мұңмен зары деп Алашқа ақын Сара деген атымен белгілі болған Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі, дарын жастар сыйлығының лауреаты, Алаштың айтулы айтыскер ақыны, өздеріңіздің сараларыңыз 40-қа жуық темір тұлпарды тізгіндеген құрметті ағайындар, бүгінгі кештің басты ұйымдастырушысы Тоқтамыс Сара Советханқызын ортаға шақырамыз. Алланың уәдесі сыйлайды үміт, шейін сәресі, таң атпай тұрып ораза күттім сені, жыл бойы сағынып. Сұлтаны айлардың толықсып туған, атыңнан айналдым, қасиет тұнған, қалауы хақтың бұлда, жеттік саған аман. Рамазан ғажабайсың, сан қилы сырыңмен жанымды тазалайсың, иманның нұрымен жалғасып игілігің, үзілмей күн түнімен. Жәннаттың есіктерін ашатын жаратқан, болама кешіккенім, сендегі сауаптан, рахымның мейірімісің, рахымы мол Рамазан. Арман мекезің бұл, амалмен өтсе ораза өзіңді, сүйем ерекше, әр кешің ауыз ашар, әр сәтің береке. Тарауых намазың әсерлі көркем, ақшамның таразын толтырар ертең, қадірлі уақыт бар ма, қадір түнің етең. Рамазан ғажабайсың, сан қилы сырыңмен жанымды тазалайсың, иманның нұрымен жалғасып игілігің, үзілмей күн түнімен. Жәннаттың есіктерін ашатын жаратқан, болама кешіккенім, сендегі сауаптан, рахымның мейірімісің, рахымы мол Рамазан. Рамазан сен аңсадым, көңілімнің көктемі, ғажайып кемел шағым, тәрбие мектебі, сенімен келер сәнім, жырымсың жүректегі. Жаясың жақсылықты, жүзіне ғаламның, жоясың жатқылықты, бойынан адамның, сенсіз бұл нығметті қайдан іздеп табамын. Рахмет көп, Алла разы болсын. Армысыздар, құрметті бүгінгі керемет кешке жиналған ағайын. Ең бірінші осы қыз
қызыл жасыл өмірде жалпы арнайы өздеріңізге уақыт бөліп бір сәт демалайын, бір сәт сергейін, жанымды азықтандырайын, рухымды азықтандырайын, керемет рухани кешке үлес қосайын деп келіп отырған сіздерге мың алғыс деп айтқым келеді. Көптен бері көптеген концерттерді көріп жүрміз, барып жүрміз, талқылап жүрміз. Ішімнен ойлайтынмын, дін мен дәстүр сабақтасқан, халықтың көкейінен терең ой алатын, ол кештен адамдар білім алып кететін, ол кештен біздің ұлттық құндылығымыз насихатталатын, сондай бір кеш қазақ еліне керек, сондай бір кешті жасасақ деген менің үлкен бір арманымның бірі еді. Мінекей Алланың қалауымен амал мерекесі. Амал мерекесінің өзінің біздің ұлтымызға, қазағымызда бет-беделі мәртебесі жоғары мейрам. Амал келді, жыл келді дейді. Бұл күні жамандықтың барлығы артқа тасталатын, жақсы істер әппақ ниетпен, әппақ пейілмен басталатын, өкпе реніштің барлығы кейінге қалатын. Сондай керемет күн. Дәл осы күнді таңдап, Алатаудың төрінде, Алматының белінде, игі жайсаң жақсылардың басын қоссақ деп, мінекей бүгін келіп отырмыз. Барлықтарыңызды бүгінгі керемет мерекелеріңізбен құттықтаймын. Амал мерекесі, амал форум деп атағанымыздың өзі, әр адам өзінің амалын жасайды. Біз кейде өзгерісті қоғамнан іздейміз, адамнан іздейміз, сырттағы адамдардан іздейміз. Негізінде бүкіл өзгеріс өзіңнің жасаған кішкентай амалыңда. Ұлы армандарға кішкентай амал арқылы жетуге болады. Осы бүгінгі кештің өзін, кеше сондай бір өзімнің таңғалғаным, осы жерге әр адам өзінің амалын жасап кеп отыр. Амал деген дүниенің өзін біз кейде жай ғана белгілі бір шеңберге шектеп қоямыз. Ол яғни жаңағы дінмен шектейміз де, амал деген дүниенің өзі сәлем беру, күлімдеп қарағаның, ата-анаңа қалыңыз қалай деп күніне уақыт бөліп хабарласқаның, досыңа көмектескенің, осындай бір керемет кештер болсын. Тіпті анау сыртта сатылып тұрған кітаптардың өзін досыма алайын, көршіме алайын деп игі жасаған дүниелердің барлығы негізінен амал болып саналады. Бүгінгі амал мерекесінің өзіне мінекей осы жерде қаншама дінге қызмет етіп отырған ұстаздар отыр, қаншама шәкірттер отыр, көп балалы аналар отыр. Ол кісілердің келуіне себепкер міне алдыңғы қатарда отырған демеушілеріміз. Қаншама жан жақтан кешеден бері жұмыла көтеріп, мен 10 билет алып берейін, мен 20 билет алып берейін, мен өзім бармасам да осы адамдардың баруына себепкер болайын деп шырылдап, кішкентай да болсын үлес қосқан жандардың амалы, бұл үлкен амал. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның сөзінде амалдардың ең жақсысы біреуге пайдасын тигізу дейді. Бүгінгі кешті жалпы мұрындық болып, маған адамдар сен жасап жатыр екен, бұл ең бірінші Алланың қалауы. Мен тек қана себепкермін. Бұндай кештің мақсаты қазір ұлағатты ұстаздар шығады. Керемет білімнің иелері мықты ұстаздарымыз отыр. Кішкентайда болсын бір ілім алып қайтса, дем алып қайтса, бүгінгі кештің басты мақсатының орындалғаны да сол. Сонымен қатар біздің қазақ діннен ажырамаған, дәстүрінен айырылмаған, осыны ұмытпауымыз керек. Рухани сабақтастықтың көрінісі орын алсын деп жасалған дүние бұл кештің ең үлкен мақсаты. Ендеше тек қана осы жерде жақсы оймен, жақсы тілекпен, жақсы ниетпен келіп отырған жандар отыр деп білем. Қаншама хаттарыңызды алып жатырмын. Қаншама Нұрсұлтан ұстазды, Елдос ұстазды көрсем, тіпті осы жерде бүгін хатын оқыдым. Алтын алқасы бар ұл қыздарын тәрбиелеп отырған бір жан тек қана сіздің сөзіңізді, сізді көру үшін барам деп жазған екенді. Ол жерде бір кішкентайда болсын ілім,
біз ешқандай да, мен жүрген жерімді айтамын, бізге Алла тағала әр адам осы жердегі отырған сіз де, біз де, шығатын әншілер, ұстаздар, әр қайсына Алла тағала әртүрлі қабілет берген. Әр дүние, еш нәрсе қурайда құдайсыз сынбайды дейді ғой. Кез келген дүниеге, егер осы жерде 1000 адамның ортасында сіз барсыз ба, демек бұл сіздің миссияңыз, Алла сізді бері қарай шақырды. Қаншама келгісі келетін адамдар белгілі бір себептермен келе алмай жатыр. Басқа қалалардан келіп отыр осы жерде. Сондықтан әр қайсыларыңыз кім нені көздеп келсе, соны алады дейді. Сондықтан бүгін жүректеріңізге рухани білімдар, керемет демалып, сондай бір үлкен әсермен, үлкен махаббатпен үйлеріңізге оралсаңыздар екен деймін. Жаңа жүргізушілер сөздің басында да айтты, осы жерде мінекей демеушілеріміз. Маған адамдар сұрайды, яғни бұл жерден бір қандай да бір кәсіп ба, басқа ма деген сияқты. Мен енді оны ол жерде қасиетті айда отырып сіздерге өтірік айта алмаймын ғой. Шынымды айтсам, осы кештің өз берекесі өзіне жауап деп айтсам болады. Осы мінекей демеушілеріміздің осындай, былай қарап отырсаңыздар, қазір демеуші де көп қой. Біреу жаңағы бір концертке, немесе біреу бір әншіге деген сияқты демеушілік етіп жатады, бірақ Алланың сөзі насихатталатын, рухани әңгімелер жүретін бұндай кешке де екінің біріне Алла тағала демеушілік болып нәсіп ете бермейді. Сондықтан Алланың нұры жаусын деп айтқым келеді сіздерге.